Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай бауырдан жасалынатын рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы оңай, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханға ұсынатын болсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Қажет құрамын төменге жазып қоямын. Ол үшін бізге бауыр, жуа, сәбіз, сарымсақ, яғни чеснок, тұз, қара бұрыш, сүт, майонез және де ұн қажет. Ал енді бастайық. Ең алдымен жуылып, тазаланып, ұсақталып туралған бауырды блендерда езіп алуымыз қажет. Менде универсал кухонный комбайн, барлық ингредиенттерді бірден салып, құймақтың массасын дайындайтын боламын. Бауырды салдым, үстінен сүтті, одан кейін жұмыртқаны жарып саламын. Одан кейін ұнды және де тұз бен қара бұрышты дәміне қарай салып, барлығын блендерда араластырып алып, құймақтың массасын жасаймыз. Барлық мөлшерін төменге описанияға жазып қойдым. Егер де сізде блендер болмаса, онда ет тартқыштың көмегімен, яғни мясорубканың көмегімен бауырды тартып алып, одан кейін сүтті, жұмыртқаны қосып, барлығын араластыруға болады. Ал егер де погружной блендер болса, онда бауырды ұсақ етіп турап алып, сол блендерда езіп алуға болады бауырды. Міне барлығын салып болдым. Енді қара бұрышты салып, одан кейін блендерда барлығын езіп біркелкі болғанша араластырып аламыз. Міне осымен біздің бауырдан құймақ жасайтын массамыз дайын. Міне осындай біркелкі сұйық масса шығады. Енді пісіріп аламыз. Ол үшін бізге осындай құймақ жасайтын таба қажет. Табаны әр құймақты пісіріп алған сайын майлап отырамыз. Сондықтан бір ыдысқа май құйып, щетканы дайындап қойған дұрыс. Міне бауырдан құймақтың массасы тура өзіміз жасайтын құймақтың массасы сияқты ағып тұратын сұйық болғаны дұрыс. Құймақты қатты отта пісірсек тез күйіп кететін болады, сондықтан орташа отта пісіруге кеңес беремін. Бір ожауды толтырмай құйып, барлық жеріне біркелкі етіп, домалақтап, тегіс етіп жазып шығамыз. Осылай беті кебе бастағанда келесі бетін ауыстырамыз. Келесі бетінде 1 минутта, яғни кішкене қызарғанша ұстаймыз. Негізінен бауыр тез піседі, сондықтан көп ұстаудың қажеті жоқ, кішкене қызартып аламыз. Бір ыдысты қасымызға дайындап қоямыз, піскен құймақтарымызды сол ыдысқа салып отыратын боламыз. Міне осылай қызарғанша ұстасақ жеткілікті. Келесін пісіреміз, ол үшін тағы да табамызды майлаймыз. Ожауды толтырмай құйып, беті кебе бастағанда келесі бетін аударып, барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Келесі бетін аудару үшін осындай қалақшаны пайдаланған ыңғайлы. Әр қайсысын пісірер кезде міндетті түрде май жағуды ұмытпаймыз. Осылай барлығын тез-тез пісіріп аламыз. Барлығын осылай пісіріп алдық. Енді арасына салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға түбінен кішкене май құйып, жуаны осындай ұсақ етіп турап алып, қуырамыз. Жуамыз, яғни пиязымыз кішкене қуырылғаннан кейін үстіне сәбізді осылай етіп үкіштен өткізіп аламыз. Осы сәбізді пияздың үстіне салып, бірге араластырып қуырамыз. Дәміне қарай кішкене тұз қосамыз. Көп қуырудың қажеті жоқ, кішкене сәбіз жұмсарғанша ұстаймыз. Міне бауырдан құймағымыз дайын. Осындай жұмсақ, ораған кезде сынбайтын болып шығуы қажет. Міне салмамыз да дайын, қатты көп қуырмаймыз. Және де майонезге чеснокты езіп салып, осындай масса дайындап аламыз. Құймақтың бетіне біркелкі болғанша барлық жеріне тегіс етіп жағып шығамыз. Енді үстіне салмасын саламыз. Бір ас қасықтай салсақ жеткілікті. Ең соңғы жағына жеткізбей барлық жеріне салмасын жағып шығамыз. Енді рулетті орағандай тығыздап орап шығамыз.
Барлығын осылай арасына салмасын салып, видеодағыдай қайталай отырып рулеттерді жасап шығамыз. Міне осымен рулеттеріміздің барлығын орап дайындап алдық. Енді тәрелкеге салу үшін кішкене қиғаш етіп кесіп салса әдемі көрінетін болады. Барлығын дәл осылай кесіп тәрелкеге әдемі етіп орналастырып шығамыз. Менің каналымда бауырмен жасалатын торттың рецепті бар. Немесе дәл осы рецепт бойынша да бауырмен торт жасауға болады. Өте жұмсақ, керемет торт болып шығады. Міне біздің бауырдан жасалынған рулеттеріміз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де қонақтарға ұсынатын болсаңыздар, дастарханға сән беріп өте әдемі болып көрінеді және де қонақтарыңызға міндетті түрде ұнайды. Ас болсын,